Қыпшақ Сейітқұл Маманұлы 18 ғасырдың 70 жылдарында Қостанай облысы Жангелдин ауданының Қарабидайық елді мекенінде тұрған. Сыр бойындағы иеліктері егіншілікпен айналысуға таршылық ете бастаған соң, Торғай өңіріне келіп, Қабырға өзенінің бойында Қарақоға деген жерге келіп тұрақтаған. Өзен жағалауында арнайы шығыр орнатып, аяқ егін, атпа егін әдістерін пайдаланып, өзеннен арықтар тартып, бөгендер салып, суармалы егіншілікті қолға алған. Диқанның бұл еңбегі жемісті болып, 5-6 жылдың ішінде алғаш келіп қоныстанған 10-нан астам үй 400-ге жеткен. Қыпшақ Сейітқұлдың аса шығымды ақ тарысының тұқымы кейін бүкіл Торғай, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола, Қарағанды, Жезқазған өңірлеріне тарап кеткен. Диқанның барымташылардан сақтану үшін тұрғызған дуалы мен су тартқан арықтарының қалдықтары Көкалат, Қызылоба, Қарақоға деген алқаптарда әлі күнге дейін сақталған. Қыпшақ Сейітқұл асқан шебер, сөзге шешен адам болған. Ел аузында Сейітқұл айтыпты деген кәсіпшілікке байланысты қанатты сөздер көп сақталған. Ексең егін, ішерсің тегін. 7 күн жауған жаңбырдан желіп өткен су артық. Өзен жағалағанның өзегі талмас. Тамыр тартқан тарықпас. Және тағы басқа мағыналы сөздерін халық қалтқысыз қағидадай қабылдап мақалға айналдырған. Мұраптың егіншілік дәстүрін халық арасына кең таратып, насихаттау үшін ұлы ағартушы ұстаз Ыбырай Алтынсарин Қыпшақ Сейітқұл деген әңгіме жазып, оқулығына енгізген. Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл әңгімесінде адал еңбек қана адамды мақсатына жеткізеді, өмірін бақытты етеді деген ойын танытатын туынды. Әңгімеде Қыпшақ Сейітқұл мен оның Баукеспе ұры ағасы бір-бірімен салыстыра алынған. Сейітқұл кедей халықты ұйымдастырып, Қабырға өзенінің бойында егін салып, адал еңбек, маңдай терімен өзі де, қарамағындағы халқы да мол дәулет, жақсы тұрмысқа қолдары жетеді. Ал оның еңбектен қашып, жол торып, ұрлықпен баюды көздеген ағасы әлде кімдердің қолынан мерт болады. Сейітқұл елінің дәулетін тастқан, береке ынтымағын жарастырған құдірет, ол адал еңбек. Міне әңгіменің түйіні осы. Ағартушы бұл әңгімесінде еңбек тақырыбын қазақтар үшін жаңа кәсіп, егіншілікпен, осыған байланысты халықтың отырықшылану мәселесімен байланыстыра көтерген.